Барлықтарыңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Guest of ABU подкасты және сіздермен бірге мен Сабина. ABU жастарына арналған қызықты әрі мотивациялық подкастымызда бүгін ерекше қонақ, олай болса қонағымызбен танысып алайық. Қайырлы күн, Сабина. Осы Алихан Бөкейхан университетіне осы сұхбатқа шақырып отырғандарыңызға рахмет. Барынша шынайы қойған сұрақтарыңызға жауап беруге тырысамын. Көп рахмет. Олай болса, магистратураға түсуіңізге не түрткі болды және сіздің кәсіби дамуыңызға және жеке тұлға ретінде дамуыңызға қандай әсер етіп келеді? Осы Алихан Бөкейхан университетіне магистратураға түсуіме бірден бір себеп болған. Мен осы уақытқа дейін бизнес бойынша өзіме білім тәжірибе жинаған болсам, енді қазір мемлекеттік қызметке баруыма байланысты осы өзімнің осы сала бойынша білімімді ары дамытып, магистратурада жалпы таңдап алған тақырыптарым осы кәсіптегі тәжірибемді ұштастыра отырып, жалпы Абай облысыма, өзімнің ауылыма, жалпы Қазақстанға пайдалы болайын деген ойым. Өйткені өте білім ол үздіксіз алып отыратын нәрсе болу керек. Өйткені білім арқылы ғана адам дами алады. Сол арқылы ғана ол және де өзінің білмеген нәрселерін, естімеген, көрмеген нәрселерін осы білім ошақтары арқылы, ұстаздарымыз арқылы біліп, көріп, кітаптар арқылы сол біліміміз артады. Ал өз кәсібіңізді бастауға не түрткі болды және оның басты мақсаты жайында жалпы кәсібіңіз туралы айтып кетсеңіз? Жалпы өзім Кюфо тұлпар компаниям бар. Қазақстан бойынша 19 филиал қазіргі таңда. Қырғызстан, Өзбекстанда бармыз. Өзімнің компаниям туралы айтатын болсам, ауылдан шыққан, өзім осы Абай облысы Үржар ауданы Таскескен ауылының тумасымын. Ауылдан шыққан қарапайым қазақтың сары баласы да үлкен жетістікке жетуге болады екенін көрсету ең бірінші. Одан кейін осы кәсіп бастаған кезде бизнесімді осы сала бойынша басқа қазақтың компаниялары болмауы. Өйткені жүрілген автокөліктер бойынша қарасам, мен нарықты зерттеп, сол кезде орыстың, өзге ұлт өкілдерінің келімсек компаниялары болды. Сол себепті де тренингтеріне сол сала бойынша мысалы барсам, қарасам, өзге ұлт өкілдері. Сол себепті де намысқа тырысып, бізге ата-бабамыз осындай жерді біреудің жұмысшысы болсын деп тастаған жоқ. Керісінше соларға біз бәсекелестік тудырайық деп. Сол себепті де намысқа тырысып ашылған компания болатын. Аллаға шүкір, қазіргі таңда сол бәсекелестеріміздің өздері мойындап, өте жақсы көрсеткішпен жұмыс жасап келатқан жайымыз бар. Негізі, былайша айтқан кезде намысқа тырысып, одан кейін табыс табу мақсатында және өзімнің осы салам бойынша Алла қаласа неге қазақтың автокөлігін шығармасқа деген ой келіп, сол арқылы арман мақсаттар қойып жұмыс жасап жатқан жайымыз бар. Жалпы Q4 деген Q қазақ, for үшін, қазақ үшін тұлпар деген мағынаны біледі. Тұлпар деген ол өздеріңіз білесіздер, сонау мысалы жаугершілік заманынан бастап ер жігіттің аты болса, тұлпары мықты тұлпарлар болса, қазіргі таңда ол темір тұлпарларға ауысты. Сол себепті де может енді Алланың қалауымен менің маңдайыма жазылған шығар осы қазақтың автокөлігін шығару. Сол себепті де сондай арман мақсаттармен жұмыс жасап отырмыз. Ал өз кәсібін бастағысы келіп жүрген, сол ойлармен жүрген білім алушыларға, студенттерге қандай кеңес бересіз және сабақпен бірге ұштастырып алып жүру қаншалықты қиын? Қаншалықты оңай деп айтар едім мен керісінше. Негізі қазіргі әлеуметтік желінің дамыған уақытында YouTube, Instagram, TikTok әртүрлі әлеуметтік желінің арқасында қазір көптеген адамдар өз бизнестегі жүріп отқан жолымен бөліседі. Ол команда құру болсын, инвестиция тарту болсын, бизнесті жүйеге келтіру болсын, маркетинг болсын, сату болсын, әртүрлі
салалар бойынша қазір осы әлеуметтік желілерді бағыттарына қарай ашып қалсаңыз білім ала беруге болады. Сол арқылы осы үлкен оқу орындарында оқып жүріп те бос уақытта жаңағы бизнестерді бастап көруге болады. Ол біздің заманымызда мысалы интернет болған жоқ, Инстаграм болған жоқ, даже мына WhatsApp-тың өзі болған жоқ. Біздің заманымызда факс, бір нәрсені бір хатты жеткізудің өзі үлкен бір ауылдардың өздерінде WhatsApp, әлеуметтік желі тұрмақ, интернет болған жоқ. Сол себепті де қазір жастарға үлкен мүмкіндік ашылуда. Осы параллельно жүріп оқуыңызды оқып, және де әртүрлі кәсіпкерлердің осындай тренингтер тегін өткізілген болса, соларға барып кәсіпкерлік ортаға олардың жүріп өткен қателіктерін көріп, жолдарын көріп, сол кісілермен танысу арқылы, ол кісілерге компаниясына барып, мысалы ақысыз жұмыс жасаса да, солардың тәжірибесін алуға тырысатын болса, мен ойлаймын, жастарда үлкен мүмкіндік бар. Қазіргі таңда міне қазір өзім осы магистратурада оқып жатқан Әлихан Бөкейхан университетіне де міне мұғалімдерінің өздері атсалысып, шақырып, мына жастармен білім тәжірибеңізбен бөлісіңізші деп кәсіпкерлерді тартуының өзінің үлкен бір себебі осы деймін. Өйткені жастарда жастайынан бастап кәсіпке, білімге жаңағы үйретсек, сол кезде Қазақстанымыздың болашағы жарқын болады деп ойлаймын. Сол себепті де бұл жерде қиын еш нәрсесі жоқ. Ең бірінші, қазір жас болған кезде кальян шегіп, болмаса кафелерге, болмаса дискотекаларға, болмаса бір бос уақыт өткізетін нәрселерге жұмсағанша, жастайынан егер сіз бай қуатты болып, орта жасқа келгенде өмір сүрем, бала-шағам жақсы өмір сыйлаймын десеңіздер, қазірден бастап керісінше ойланып, осы кәсіпкерлік саланы меңгеріп, болмаса өз мамандығыңызды мықты меңгеріп, сол салада жаңағы жақсы жетістікке жетіп, үлкен ақша тауып, сол арқылы қазағымызға, елімізге, Қазақстанымызға пайдамыз келтірсек, сол кезде дұрыс болатын еді деп ойлаймын. Сол себепті қазір жас кезде қорықпау керек, бәрін жасап көру керек, тәжірибе жинау керек, құлау керек, қайтадан тұру керек, жүру керек, білім алып, осы нәрселерін Ермахан атамызға айтқан ғой, мықты айтқан. Неге жасамасқа соларды? Жасау керек осыны. Ал жұмыс жасау барысында алдыңыздан қандай қиындықтар туындады және одан шығу жолдары кезінде қандай қызықты оқиғаларға тап болдыңыз? Жұмыс жасау барысында әртүрлі қиын кезеңдер болады. Ол сол қарызға кіру, ең басты. Жалпы қарызға кіруді мен айтатын едім, мына бизнес жасап жатқан кезде әрбір адамның бойынан өтетін нәрсе деп. Өйткені мысалы бизнес деген ол мектеп десек, мектепте сіз бірінші класста оқисыз, ол кезде енді жазуды үйренесіз, әріптерді танисыз. Сол сияқты сол жаңа қарыз болу, ол жазуды үйреніп жатқан сияқты, әріптерді тану үйреніп жатқан сияқты, таблица жаңағы умножение, соларды үйреніп жатқан сияқты міндетті түрде кәсіпкердің басынан өтетін жағдай. Ал сол кезге көбі шыдамай, болмаса сол жерде беріліп қойып, болмаса қайтадан артқа қайтып, өзімнің бұрынғы өмірім дұрыс екен, бизнес деген ол менікі емес екен, кәсіп деген ол менікі емес екен деп жатады. Сол себепте негізі біліп, жаңағы мысалы оқып, үйреніп, жаңағы білім алса, сол кезде мен айтатын, белгілі бір деңгейде бала-шағасын асырауға мүмкіндік жаңағы әр адамда бар. Бизнес жасау, сондай кәсіп жасауға. Миллионер, миллиардер болып Форбсқа кіріп кетпесе де, бірақ ақша тауып бала-шағасын асырап отыратындай, былайша айтқан кезде еңбек ақыдан независимый болуға мүмкіндік бар. Ал жалпы менің өмірімде қиын кездер, кей кезде сол жаныңда жүрген жақын адамдардың саған сенбей сатып кетуі, аяғына дейін жаңағы ең басты жанға бататыны осы ұрлық, өтірік айту, мысалы осындай кездер ең қиын кездер болды, бастан өтіп. Өйткені сен бір нәрсені ең бірінші бастап жатқан кезде, ол бизнесте әсіресе саған ешкім сенбей тұрады. Ол кей кездері туған туысқандарыңда.
Өйткені олардың барлығы сені жақсы көргенінен жаңағы сол қарыз болып қалмасыншы, болмаса бір үлкен ақшаға жаңағы болмайтын нәрселерге кіріп кетпесінші деп сондай нәрселерді ойлайды да, сондықтан оларда защитный инстинкт дейді ғой, сол сені қорғағысы келеді де, ол жаңағы бір жаман болсын дегеннен емес. Ал сол кезде қолдамай жатқан кезде, вот сол кезде адамға ең қиын кездер деп айтатын едім. Тем более өзің қарыз болып жүрген кезде, айттық қой, сол жұмыс жасамай ақ қою керек еді. Ол екінің бірінде айтылатын нәрсе. Мен біліп едім сол кезде, осының осылай болатынын деп. Сондықтан сондай ең сөз сүйектен өтеді дейді ғой қазақта. Сол жақын адамдардан сондай жаңағы сөз есту ғой ең қиын кездер. Қалған барлығын негізі былай бизнесте жүргеннен жеңуге болады, өтуге болады. Жалпы қызықты кездер дейсіз ба? Қызықты кездер болған негізі бизнесте қызықты кездер жоқ. Ал студенттік кезіңізде? Студенттік кезімізде білмеймін, қазір бірден ойға ешнәрсе келмей тұр енді. Мүмкін әңгіме барысында пайда болып қалар. Әңгіме барысында көрейік. Тығырық демекші, қиындық демекші, сондай кезде адамдар шығу үшін басқа адамдардың жолын қарастыра бастайды. Мысалы, мына кісі қалай өткен екен, не деген екен деген сияқты. Сіз кімнен шабыт алып, кімнің жолынан үлгі аласыз, қандай кітаптарды қарастырасыз мүмкін? Өте жақсы сұрақ. Расында да өзің сол қателікті жасағаннан гөрі сенің алдыңда сол қателікті жасап өткен ұстаздардан, наставниктерден білім алған әлде қайда жақсы да. Өйткені сен мысалы белгілі бір дәрежеде тапқан ақшаңды өзің білмегеннің кесірінен бірден жоғалтып алғаннан гөрі ұстаздарың, егер ол дұрыс ниетті ұстаздар болса, білімі расында да нәтижесі бар ұстаздар болса. Қазір негіз нарықта өте көп болып кетті. Осы ұстаздық қылуды, наставник болуды ақшаның көзі ретінде қарап алған. Өздерінің жасаған бизнестерде жоқ, бірақ жеткен бір жетістігі жоқ, бірақ та сол саланы ұстаздық ретінде, наставник ретінде көріп, біреудің ақшасын өзінің қалтасына салуды көздеген ұстаздар да көбейіп кетті қазір, өкінішке орай. Бірақ нақты ұстаздар да бар. Мен өзім мысалы Аллаға шүкір, осы бизнесте наставниктерім біраз адамдар бар. Олардың барлығы жетістікке жеткен адамдар, нақты түрде тәжірибесімен бөлісе алады. Сол адамдардың айтқанының, ақылының арқасында мен көптеген қателіктерді өзімнен сақтандырып, болатын қарыздар, жасалғалы жатқан жаңағы ошибкалар дейді ғой, былайша айтқанда, солардың барлығынан сақтандырған кезім бар. Сондықтан жаңағы наставниктерден білім алған өте дұрыс. Сонымен қатар жаңағы өзіңіздің жеке дамуыңызды тоқтатпау керек. Жеке даму жаңағы айтып отырған кітаптар. Мен енді өзімнің компанияма байланысты корпоративный культура жаңағы қалыптасқан жаңағы Смирнов деген корпоративный культура деген аты кітаптың бар. Сондай Рольф компаниясының қалай құрылған туралы, одан кейін жаңағы кімнің карьера менеджері Ли Якока, ол жерде де Форд компаниясынан қалай кетіп, Крайслер компаниясының қалай көтерілгені туралы айтады. Содан кейін жалпы әдеби кітаптар, Абайдың қара сөздері әрқашанда өзім оқып, қазіргі кезеңде айтып жатқандай, мысалы әр қара сөзі. Сондықтан жаңағы Дарми Даса, мысалы ол жаңағы кімнің Трамп туралы жазған Киясаки, Роберт Киясакидің. Осы туралы осындай кітаптарда, жаңа потом «Самый богатый человек в Вавилоне» деген кітап бар. Оны да ол жерде жаңа қаржыны қалай игеру, дұрыс бағытта қалай жұмыс істеу, мүмкіндіктерді жібермеу, өсім туралы, серіктестік туралы сондай өте көптеген мағлұматтар бар. Қазір ойыма түсіп отырғандар кітаптардан. Ал өзіңізге жұмыс жасау барысында мысалы бастапқыда бір критерийлерді бөліп аласыз ғой. Сол сияқты қандай критерийлер, не болмаса жұмыс жасау кезінде қандай принциптерді ұстанасыз? Ең бірінші таза ниет. Принциптер ол сіздің осы екеуміздің жасап жатқан сұхбатымыз, уақыт арнап
таза ниетіммен қазір осы біздің көрермендерімізге пайдалы болу. Олар осы айтылып жатқан сөздерден өздеріне бір керегін алып қалса, сол арқылы өздерінің өмірлерін өзгертсе, болмаса жаңағы жасағалы жатқан қателіктер болса, өздеріне бір осы сіз екеуміз жасап жатқан подкасттан бір нәрсе алып өздеріне сол пайдалы болу. Ниет дұрыс болып, пайдалы болу. Әр нәрседе ең бірінші мен қандай ол бизнес болсын, білім саласы болсын, жалпы ауыл шаруашылығы болсын, қай салада да ең бірінші дұрыс ниетпен келсе, оны мен ойлаймын, Алла тағала өзі қолдап, ол жерде береке болады деп. Ең бірінші ниетіңіз сіздің алда кету, ақша табу, тез арада байып кету, тез арада жетістікке жетіп кету, сондай болса, біреуге пайдалы болу емес, мысалы, онда Алла тағала ол ниетке де жеткізеді. Бірақ оның арты қалай болатыны жаңағы екі ойлы болады да. Сол себепті де ең бірінші таза ниет, одан кейін тоқтамай қарекет, табандылық. Өйткені бұл өмірдің өзі, мен үнемі айтам, өлімнен басқасын барлығын өзгертуге болады. Өзімнің жалпы тәжірибемнен де түсінгенім сол. Қарыз болып жүрдіңіз ба? Қазір қарыз жоқ адам болуыңызға болады. Ол қарекет жасау арқылы. Болмаса білмедіңіз ба бір нәрсені? Оны білім алып, біліп алуға болады. Болмаса, мысалы айттым ғой, спортта денеңізді керемет качок болғыңыз келді ме, мысалы, спортзалға барасыз, оны да өзгертіп алуға болады. Жалпы кеудеңізде жаныңыз болса, осының бәрін жасап өзгеруге болады. Абай атамыз айтқан ғой, өзгермейді деген адамның тілін кесетін едім деген мысалы. Сондықтан ал жалпы нені өзгерте алмаймыз? Ол біз егер жанымыз шығып өліп қалатын болсақ, оны ешқашан өзгерте алмаймыз. Ал ауылдан шыққан балаларға, енді мысалы жұмыс жасап, енді өз қарқынына еніп жатқан балаларға, жастарға не айтқыңыз келеді? Не айта аласыз? Мен өзім ауылдан шыққан адам ретінде айтатыным, сіз ауылдан шықтым деп өзіңізді ешқашан төмендетуге болмайды. Қалаға барған кезде Ауылбайский, Мамбет, басқа деп айтып жатады ғой. Бірақ та не шықса да сол ауылдың балаларына шығады. Сіздің қайдан шыққаныңыз маңызды емес, сіздің кім болатыныңыз маңызды, қандай мақсат қоятыныңыз маңызды. Сол себепті де керісінше ауылдан шыққан балалар, олар тез қалаға үйренетін болады. Ауылдан ата-анасынан жыраққа шығып барып неткен кезде олар күн көрісті ерте бастайды. Адамдармен қарым-қатынасты, сөйлесуді, достарымен, сокурсниктермен бірге болған кезде. Сондықтан да олар, мен ойлаймын, үлкен қазір Қазақстанымыздың мемлекетінде отырған, болмаса жалпы кәсіпті дөңгелетіп отырған ағаларымыздың барлығы, әпкелеріміздің барлығы ауылдан шыққан. Сол себепті де ешқашан өздеріңізді, мен ауылдан шыққанмын, болмаса тіл білмеймін, орысша білмеймін, керісінше қазақ тілімізге басты мән беріліп жатыр, тіліміздің деңгейін көтеріп жатыр. Сол себепті де қай жерге барса керісінше қазақ екеніңізге мақтанып, қазақ тілде көп сөйлеп, сол тілді дәріптеп жүрейік. Сол себепті де ауылдан шыққан балаларға айтатыным, сіздерде барлығы алда. Тек қана ол үшін тоқтамай харекет жасаңыз, және де анау үлкен мінбеден көрінгенше, болмаса бизнесте жетістікке жеткенше тоқтамаңыз. Өйткені сізде ауылыңыз бар, күтіп отырған ата-анаңыз бар. Олар әрқашан сіз каникулға ауылға барып кеткен кезде сіздің тілеуіңіз тілеп отырады, сіздің жетістігіңізді. Одан кейін ауылдастар, айттым ғой, туған-туысқандар бар. Сол себепті де тек қана алға тоқтамаңыздар. Уақыт бөліп келгеніңізге көп рахмет. Қараған, зер салып қараған жандардың барлығы өздеріне қажетті ақпарат пен мотивацияны ала алды деген ойдамыз. Келесі кездескенше. Қош сау болыңыздар.